Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі тақырып сайлауға қатысам деп сарсаңға түскен, бәсекелес боламын деп бір-біріне өштескен үміткерлер туралы болмақ. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін сайлау туралы сіз білмейтін деректер айтамыз. Дебатқа түсіп, өзін дәлелдегісі келген болашақ депутаттарды көрсетеміз. Ендеше бағдар жобасының кезекті санын бастаймыз. Биыл мәжіліс пен мәслихат сайлауы жаңа әрі әділ ереже бойынша өтеді. Бұл туралы мемлекет басшысы парламент сенатының отырысында айтқан еді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, алдағы сайлауда партиялардың бәріне бірдей мүмкіндік беріледі. Мәжіліс осы кезге дейін 107 депутаттан тұрды. Биылдан бастап Қазақстан Халқы Ассамблеясына тиесілі 9 мандат болмайды. Парламенттің төменгі палатасына 98 депутат сайланады. Оның ішінде 69 депутат партиялық тізімдер бойынша, 29 депутат бір мандаттық аумақтар бойынша сайланатын көрінеді. Енді тақырыпқа тұздық болған оқиға туралы баяндайық. Мәжіліс депутаттығына үміткер қоғам қайраткері Арман Шораевты Қазақстан Халық партиясы сотқа берді. Бұл туралы Шораев әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Оның айтуынша, Нұрия Балтабайқызы жеке басымен партиясы туралы жалған ақпараттар таратты деп сотқа шағымданған. Айта кетейік, шағым сотта дәлелденсе, Арман Шораевты депутаттыққа кандидат ретінде тіркеу туралы шешімнің күші жойылады. Ертісбаевтың еңбегі еш кетті ме әзірге белгісіз. Елордада өткен сот 2 мәрте кейінге шегерілді. Бірінші сот отырысында Нұрия Балтабайқызы келмей қалды. Ал 10 наурыз күні өткен сотта кейінге қалды. Шораевты қазақ қоғамы пікірін ашық айтып жүрген елге жанашыр тұлғалардың бірі ретінде таниды. Ел тізгінін ұстаймын деп ұмтылып тұрған азаматтардың бір-бірін аяқтан шалып, шағым түсірген көпшілік қолдамайды. Әрине, не болса да әділдік жеңсін, ағайын. Сайлаудың болғаннан болатысы қызық. Мәжіліске үміткер партия өкілдерінің теледебаты талайды таң қалдырғаны сөзсіз. 2 наурыз күні мәжіліс сайлауына түсетін 7 партияның өкілдері теледебат өткізіп, өздерінің сайлау алды бағдарламаларын ұсынды. Әркім шама шарқы жеткенше өзін мақтап, өзгені даттап үлгерген секілді. Мен жеңіске жетсем Қазақстан гүлденеді деп уәде бергіш кейбір азаматтардың асыра сілтеп қойғанында байқалды. Теледебатты көріп отырып, бір-біріне деген араздықтарын айтатын, жағасына жармаса кететін алаңға түскендей боласыз. Дұрыс әңгімесінен ұрыс әңгімесі көп болған теледебат турасында сан түрлі пікір бар. Айта кетейік, сайлау алды пікірталасқа сайлауға түсетін 7 партияның өкілдері қатысты. Теледебат көрген ағайындар, сіздерге болашақ депутаттардың таласы ұнады ма? Қалай? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Ал біздің айтпағымыз, болар елдің баласы бірін-бірін батыр дейді, болмас елдің баласы бірін-бірін қатын дейді. Биліктен дәмелі болашақ депутаттар қалай әрекет етіп жатыр дейсіздер ғой. Біз айтайық. Партия өкілдері өңірлерді аралап, үгіт-насихат жұмыстарын жарыса орындап жатыр. Бақ құралдарын пайдаланып, өз партиясын мықты етіп көрсеткісі келетіндер де аз емес. Партия өкілдері сайлаудан тыс уақытта барса келмес көретін жерлерді жаяу жағалап кеткен. Неткен жанкештік десеңші, халықтың жағдайын көзбен көріп, жүрекпен сезіп жүрген болар енді. Жаңа Қазақстанның шынайы келбеті көпке белгісіз нәрсе секілді. Хабармен Қазақстан арналарынан көрсетілетін елде тұруды армандап ақ жүрміз ғой. Сайлау қорытындысында билік басынан қу құлқынның қамын емес, елінің жағдайын ойлайтын, жұмысты жапырып жіберетін, ел дегенде ештеңеден аянбайтын, жүрегі тек жұртқа болсыншы дегенмен басқаны білмейтін білікті азаматтарды көргіміз келеді. Ал бұл ертек секілді. Азат күннің алтын қазығы астатөк қазба байлық емес, бақытты қоғам қалыптастыру екенін түсінетін уақыт келді ағайын. Шындығында елде ат төбеліндей байлар байған үстіне байы түсіп,
халық кедейленіп барады. Азық-түлік бағасы қымбаттап, теңге құлдырады. Халық Құдайдың бір аты, жұрт бекерге дүрлікпейді. Отанды басқаруға көпшіл, кемеңгер, халқына жақын азаматтар келсе екен дейміз. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша қалай.